Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен балды торттың екінші түрін пісіреміз, яғни оқтаусыз, оқтау қолданбаймыз. Ең алдымен балымызды отқа қоямыз. Әбден еру керек бал. Әбден бал ерігеннен кейін ас содасын бір шай қасық немесе 1,5 шай қасық салып, үнемі араластырып отырасыздар. Осында 2 есе ұлғайғанша. Одан кейін сары майымызбен шекерімізді салып, ергенше, шекерде еру керек, араластырып тұрасыздар. Біраз отта тұрады, енді 15-20 минут. Әбден сахар, шекер еру керек. Одан кейін оттан алып, жұмыртқамызды қосамыз, венчикпен араластырамыз. Тез араластыру керек осы жерде, өйткені қоспамыз ыстық болып тұрады. Жұмыртқаны тез араластырып жүру керек. Онды елегіштен өткізіп саламыз. Аз-аздан салып, біріктіріп араластырып аласыздар. Әйтпегенде араластыру жағы қиын болып кетеді. Шет-шетіне салып отырып араластырамыз. Мінекей бізде осындай қоспасы, осындай болу керек консистенциясы. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, орташа. Енді пергамент қағазымызды дөңгелектеп сызып аламыз. Қалаған сантиметрлеріңізді мен осы жерде 22 сантиметр қолдандым. 22 немесе 20. 3 ас қасықтан салып, жеткізіп жағастар. 3 ас қасық жетпесе тағы аздап қосып жіберуге болады. Барлық шетіне тигізіп, біркелкі етіп жағу керек. 180 градус пеште, қызып тұрған пеште піскенше пісіріп аласыздар, қызарғанша осылай. Енді мінекей формамызбен, жылжымалы формамызбен кесеміз. Біркелкі етіп, артық жерін алып тастаймыз. Артық жері бізге керек болады. Артық жерін аздап отқа салып алып, қытырлағанша блендерда езіп аламыз сосын соңында. Мінекей барлығын кестік. Енді крем. Сливки мен творожный сырды жақсылап біріктіреміз миксерлеп. Мінекей бірікті, қою болды. Енді сгущенка. Сгущенка Қазақстанда деп жақсы, айналайын жақсы, және тірі желание жақсы. Бір құты сгущенка қолдандым сахардың орнына. Подложканың ең асты жағына крем жағып жібересіздер жылжымау үшін. Мінекей 2-3 ас қасықтан салып, барлық жеріне жеткізіп, жағып шығамыз. Үлкен-үлкен толтырып салыңыздар. То жетпей қалады. Мінекей осыны қайталай бересіздер. Бүкіл корждар біткенше. Немесе былай істесеңіздер болады. Кремді общий өлшейсіздер, қанша грамм шықты. Мысалы 800 грамм шықса, 8 корж болатын болса, әрқайсысына 100 граммнан крем жағасыздар. Тепе-теңдікте болу үшін солай істесеңіздер де болады. Бәрі бірдей болу үшін. Ең сыртына, бетіне көбірек алып қаласыздар, өйткені бетін қаптау керек болады, жұқалап. Жоқ, көз мөлшермен жағам десеңіздер, қасықпен өлшеп жағасыздар. Мінекей бетін қаптап жатырмыз. Соңғы креммен. Холодильникке бір түнге жібересіздер, немесе кем дегенде 5-6 сағатқа. Крем сіңіп, корждарымыз жұмсарып, дайын болғанға дейін. Кремді жағып болғаннан кейін пищевая пленкамен орап тастайсыздар. Крем кеуіп қалмас үшін, холодильниктегі артық иістер сіңбеу үшін тортымызға. Сол үшін ораймыз. Скребокпен жан-жағын тегістеп шығасыздар. Пышақпен тегістесеңіздер де болады, егер жоқ болса. Мінекей орап жатырмыз. Мен бір түнге холодильникте қалдырдым. Кремі әбден сіңіп, әдемі болып тұрады, жұмсақ болып. Кальциямен орап қоясыздар.
теп-тегіс болу үшін. Мінекей дайын. Тағы да бір рет тортымыздың бетін тегістеп жібересіздер. Жан жағын, бетін. Корждың шеттерінен артық қалған корждарды осылай блендермен езіп аламыз. Әбден езілгеннен кейін бастаймыз. Елегіштен өткізіп, теп-тегіс болу үшін торттың бетіне осылай істейсіздер. Жан жағына қолмен жағып шықсаңыздар болады, немесе қасықпен, пышақпен. Мінекей дайын, артықтарын алып тастаймыз. Кремді жағып болғаннан кейін де 1-2 сағат тұрғаны дұрыс холодильникте. Мынау ацетатная пленка деп аталады, кондитерский магазинде сатылады, әртүрлі размерде. Соны қолдансаңыздар болады. Пленканың үстінен бантик байладым. Ас болсын, қыздар, дайындап көріңіздер.